Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен мини қаттамалар дайындайтын боламыз. Бұл үшін ең алдымен бізге қажетті мөлшердегі ұнымыз керек болады. Міндетті түрде ситадан өткізіп алуымыз керек. Содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып, оның үстінен қопсытқышымызды, содан соң суымызды қосып жақсылап араластырып, қамырдың басын біріктіріп аламыз. 2-3 рет біріктіріп жатқан кезімізде 30 мг майымызды, сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып, тағы да басын біріктіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай басын біріктіріп жақсылап дайындап аламыз. Менде кішкене су көп болып кеткен сияқты қамырым жұмсақтау болып қалды. Сіздер 500 грамм ұнымызға 250 грамм орташа жылулықтағы суымызды қосып жақсылап араластырып дайындап аламыз. Содан соң дайын болған қамырымызды 20-30 минутқа бір шетке алып қоюларыңыз керек тындырып. Содан соң осылай көріп тұрғанымыздай 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Әркімнің дайындауы әртүрлі. Менің дайындауым осылай. Осылай жасап жесеңіздер қатпарлары көп және қытырлақ болып шығатын болады. Мен қолға жабысатын болғандықтан кішкене ұн сеуіп жайып алдым. Осылай барлығын жайып алып бір шетке алып отыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай шет-шетін жақсылап басып жайып алыңыздар. Менікі әр жайған сайын ортасы жұқа болып кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұқалығы осынша көлемде болса болады. Қатты жұқа да, қатты қалың да болып шықпағаны дұрыс. Осылай 82,5% майымызды ерітіп алып ортасына жағып алатын боламыз. Бұл бізде жайылған бірінші қамырымыз. Осылай жақсылап жайып алған соң, оның үстіне екінші және де үшінші қамырымызды қосып, бір-бірінің басын біріктіріп алатын боламыз. Бұл самсаның қамырына ұқсап дайындалуы қажет. Қатпары өте көп болып, жақсы болып шығады. Екінші үстіне қойып алған қамырымыздың үстіне де майымызды, сұйық майымызды жағып, осылай дайындап аламыз. Содан соң көріп тұрғандарыңыздай үшінші қамырымызды беткі жағына қойып, осылай майдың барлығын жағып, бүкіл жеріне жеткізіп жағып алатын боламыз. Содан соң үстіне мен көк пиязды салып жасап алдым. Егер де сіздерге көк пияз ұнамайтын болса, оны үстіне себудің қажеті жоқ. Мен оны алдын ала турап дайындап қойдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай шет-шетіне барлық жеріне жеткізіп, осылай жайып шығасыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Содан соң бұны орамаймыз. Осылай барлығын бір тегіс етіп кесіп алатын боламыз. Видеодағыдай етіп орап алсаңыздар, қатпары өте көп және дәмі өте керемет болып шығады. Менің арнамда сізге ұнайтын рецептері табылады деп сенемін. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қолдап кетіңіздер. Маған тіркелген кезде все батырмасын басып кетіңіздер. Сонда менде жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Дайын болған қамырдың үстін қаттамаларымыздың үстін кішкене бастырып, 30 минутқа морозильникке салып қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз кішкене қатайып, формасын жақсы ұстап тұратын болады. Осылай барлығын пакетке салып, бетін жауып, морозильникке 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Осылай салып қойсаңыздар, ыңғайлы әрі жинақы болып тұрады. Содан соң 30 минуттан соң шығарып алып, қызып тұрған табамызға кішкене
Май жағып алып, осылай екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Негізінде бетін жабу шарт емес, менде табам өте қатты жұқа болғандықтан кішкене күйіңкіреп кетті. Біріншілері сіздер майды кішкене көбірек құйып пісіріп алсаңыздар болады. Дәл өте керемет болып шығады екен. Сіздерге кеңесім дәл осылай жасап көріңіздер. Осылай кішкене етіп мини қаттамалар жасап шықтым. Тура осы рецептпен сіздер самсаның қамырын дайындап алсаңыздар да болады. Қатпары өте көп, жақсы болып шығады. Не осылай қызартып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, сосын бетіне кішкене май жағып жіберсеңіздер өте дәмді болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Сіздер менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Онда мен даусын салып қойдым.